Бүгін біз Қазақстанның жолдары жайлы айтпаймыз. Неге десеңіз, оны сіз біз айтпасақ та жақсы білесіз. Үнемі шешілмейтін мәселе. Ал осы мәселені кейбір елдер шеше алған екен. Бүгін біз сол әлемнің ең дамыған елдеріндегі жолдардың қалай жасалатыны туралы егжей-тегжейлі зерттейміз. Және олардың ұзақ сақталуының құпиясын білетін боламыз. Дайынсыз ба? Онда Технобар бастайды. Автомобиль жолдарының ұзындығы бойынша әлемдегі 3 алып мемлекет. Ресей, Үндістан, Австралия елдерінен де озатын кішкентай ғана мемлекеттен бастайық. Жапония осы елдермен салыстырғанда айтарлықтай кіші, бірақ жолдың тығыз орналасуы бойынша бұл елдерден қалыспайды. Егер нақты айтатын болсақ, бұл елдегі автомобиль жолдарының ұзындығы 1.203.000 километр. Бұл айға дейінгі қашықтықтан шамамен 3 есе көп. 200 мыңға жуығы ұзақ жылдам қозғалыс жолдарындағы трасса алып жатыр. Ал қалған миллионы ауыл мен қаладағы қарапайым жолдар. Жапон жолдары ең басты өздерінің ұзақ мерзімділігі және сапалы болуымен белгілі. Жапониядағы жол құрылысы алдымен алдын ала жоспарлаудан басталады. Көптеген мамандар осы жағдайларда жолдың қалай болатынын, салатын орынға қандай жол төсеу керек, ауа райына шыдай ма және келешекте қалай болатынына дейін алдын ала анықтайды. Аса күрделі автомобиль жолдарын айлап, тіпті жылдап жоспарлауы да мүмкін. Енді барлық мәселелер шешілгеннен кейін дайындықтар басталады. Ол дегеніміз жаңағы жол астындағы жердің тығыздығы, топырақтың қаттылығы. Онымен қоса нөсерлік кәріз жүйелері де құрылуда. Жапондық жолдардың барлығында көлденең жерлер болады. Олар жаңағы суды сырғытып жіберуге және жолда шұңқыр қалдырмауға көмектеседі. Сондықтан да оларда қатты жаңбырдан кейін де жол таза болып қала береді. Жапондық жолдардың негізгі жабыны бетон болып табылады. Мұны америкалық технологиядан алған. Өйткені асфальт жабындысынан да арзан түседі, әрі ұзақ қызмет етеді. Бұдан басқа жапондықтар қарды тазалаудың орнына оны болдырмау әлде қайда оңай деп санайды. Осылайша жылыту жолдары пайда болды. Бетон жолағына ыстық су шашыратқыштары орнатылады. Қазақстанға нағыз керек нәрсе екен. Жапон музыкалық жолдарын айтпай кете алмаймыз. Автомобиль өтетін жер дірілдеп әуен береді. Онымен қоса ғимараттардың астынан өтетін автомобиль жолдарын айта кету керек. Қажырлы еңбектің және жұмсалған миллиардтаған доллардың нәтижесінде әлемде жоқ жол желісі пайда болды. Тіпті Жапонияның ең тығыз қоныстанған деген мегаполистерінің өзінде кептелістер болмайды. Алайда жол құрылысы бойынша және әлемде ең ұзын жол Америка құрама штаттарына тиесілі. ақш-та шамамен 6-7 миллион километр жол бар. Ал егер айға дейінгі аралықты салыстыратын болсақ, одан 17 есе көп екен. Осыдан бізге сұрақ туындайды. Егер осынша ұзын жолға үнемі күтім керек болса, онда неге қазіргі күнге дейін Американың экономикасы құлдырамайды деген. Барлық құпиясы ұзақ сақталуында. Америкадағы жолдар ұзақ ғасыр емес әрине, бірақ ұзақ 10 жылдықтарға салынады. Басында айтқандай, америкалық жұмысшылар негізгі материал ретінде бетон пайдаланады. Егер асфальт төсегіштен кейін жол 8 сағаттан кейін дайын болса, бетон жолға бірнеше ай қажет болады. Бірақ енді ол өз-өзін ақтайды. Жолдар 20-30 жыл бойы тұрса да беті бұзылмайды. Біздің жолдарымыз осынша уақытқа шыдай ма? Және оларда жол салынуда әр адам өз ой пікірін айта алатын орындар болады екен. Жасыл шамдалғаннан кейін жолаушылар ең алдымен жолды жабу және қажетсіз кептелістерді жасамау туралы ойлана бастайды. Ол үшін жол жиегіне кішігірім уақытша қайта жол салып қояды. Ал мұндай аудандардағы заң бұзушылықтар үшін оларға үлкен айыппұл салады. Негізі құрылыста 1 метр жерді қазып, содан кейін құм, тас сеуіп жұмыс басталатын. Бірақ инженерлердің арқасында бұл мәселе өзгерді. 62 жастағы Самуэль Банаса керемет технологияны шығарды. Ол ескі автокөлік шиналарына жаңа өмір береді. Бұл қоршаған ортамызға зиян келтіретін көптеген шиналардан құтылуға мүмкіндік береді. Кейіннен арматуралық тор кетеді және барлығының үстінен бетон құйылады. Төсеу технологиясы әр жерінде әртүрлі, климатына байланысты. Бірақ көлік министрлігі сапа стандарттарының сақталуын жіті қадағалайды. Жолдың пайдалану мерзімі 25 жылдан асады және көптеген дамыған елдер осыдан үлгі алады. Американы озып, әлемдегі автомобиль жолдарының ұзақтығы бойынша бірінші орында алатын, яғни
136 000 километр созып жаткан көршүлес Кытайды айтпай кетүү мүмкүн эмес. Эгер Жапонияда жердин көлеминин кичинтай болгонуна байланыштуу жолду тыгыз кылып салса, ал Кытайда жердин үлкөндүгүнө байланыштуу керисинче жолду үлкөн кылып салат. Көршүлес Кытайымыз үчүн жолдар табысты мемлекеттик саясаттын символуна айналды. Элди аралап өтөтүн автомобиль жолдары көп улуттуу Кытайды бириктиретін жер болуп саналды. Қазіргі уақытта Қытайда көп жолақты жолдардың құрылыс жылдамдығы таң қалдырат. Жылына 30 000 километр. Оны сағатқа айналдыратын болсақ 750 метр. Bir сағатта 750 метр жол салынады. Жолдың құрылысы бұрынғыдай қиыршықтас және құм болып табылады. Және оның үстіне металл арматура төселеді. Қытайлықтарға жыл сайын 30 000 километр жол салуға мүмкіндік беретін шағын ғана құпия бетонды плиталарды төсеу. Одан кейін барлығы бетонмен құйылады да кепкеннен кейін асфальт төселеді. Бұл американдық технологияларға қарағанда бір шама үнемді. Онымен қоса жолдың сақталуы да басқалар секілді 25 жылды құрайды. Алайда жұмысшыларға жолды стандартқа сай қылып жасау керек. Және сол барлық 25 жыл бойы жол сынықсыз не шұңқырсыз болу керек. Шыдамады ма, жұмысшы үлкен айыппұл төлейді немесе сотталады. Бізге де бұл жүйені енгізсе екен деймін. Осы видеом басшыларға жетіп, келешекте жолдарымыздың жақсы болғанын қаласаң, лайк басып достарыңмен бөліс. Бұл үлкен көмек болады. Келесіде қандай видео шыққанын қалайсың? Комментарийге жаза кет. Көріскенше.